12 көлік 12 адамның тағдыры. Оңтүстік Кореяның Инчон қаласында осыдан 17 күн бұрын Қазақстан Республикасы Шымкент қаласының азаматы Сейіт Агабеков түрмеге түскен. Ол дүкенде полиция тарапынан ұсталған. Тексеру барысында бұл азаматтың атында заңды бұзған көліктердің тіркеуде тұрғаны анықталған. Басқаларға көмек берем деп, енді өзім түрмеге қамалдым деп, бізден көмек сұраған Сейітпен тілдесу үшін біз түрмеге бардық. Барлығын тексердік. Сейіттің атында 12 көліктің тіркеуде тұрғаны, көліктердің барлығы жол ережелерін бұзғаны, әрқайсысында төленбеген айыппұлдар бар екендігін анықтадық. Жәбірленушінің айтуынша, ол өзін жақсы танитын бір адамға ғана атына көлік рәсімдеуге рұқсат берген. Қалған 11 көлікті мен білмеймін, танымаймын, алаяқтық жасап мені құжаттарымды, мені атымды пайдаланғандар заң алдында жазасын берсін деп арыз берді. Арнайы тексеруден кейін 3 көлік ұсталды. Олардың екеуі Сеул, біреуі Кванжу қаласында. Оңтүстік Корея елінде жүрген отандастарымыз, егер сіздердің араларыңызда осы азаматтың атына көлік рәсімдегендер болса, көліктердің айыппұлдарын төлем жасауға шақырамыз. Айыппұлдар төленбеген жағдайда Агабеков Сейіт түрмеден шығарылмайды. Бұл тергеу полициясының берген ақпараты. Бір адамға көмек берем деп түрменің арғы жағынан шыққан Сейіт түрмеде күріш пен корейский кимчи жеп, тамақтан қатты қиналып жатқанын айтып, Корея елінде жүрген Қазақстан азаматтарынан өзін елге кетуіне қаржылай көмек берулерін де сұрайды. Құрметті халық, осы Корея елінде Қазақстаннан келген ағайындар мен де осындай жағдаймен түрмеге түсіп қалдым. Соны болса, көмектеріңіз болса, елге қайтып кететін, ақшалай ма бұлай көмек берсеңіздер. Рахмет. Самат, мені түрмеден шығаруға көмектесіңіз. Менің атыма машинені оформить еткен адамдарды ұстап, заңды түрде наказать етіңіз. Соны сұраймын сізден. Мен сізді түсіндім. Сіздің міндетті түрде бұл әрекетіңізді, бұл жұмысыңызды біз қарайтын боламыз. Мен тиісті мекемелерге бұл туралы ақпаратты беремін. Және сіздің атыңызға алаяқтық жолмен көлік рәсімдеген адамдар міндетті түрде заң алдында жауап беретін болады. Бұл жерде Корея елінде біреудің ID картасын алып, оның жеке паспортын алып, оған көлік рәсімдеу бұл заңсыз болып табылады. Сондықтан сіз уайымдамаңыз, шамалы сабырлы болыңыз. Біз сізбен міндетті түрде жақын арада байланыс орнататын боламыз. Жарайды. Корея елінде алаяқтар көбейген. Бәлкім сіз білмейсіз. Дәл сол алаяқ сіздің қасыңызда жүрген досыңыз болуы мүмкін. Сақтықта қорлық жоқ. Сақтанып жүріңіздер.